Сәлем, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақстандағы танымал жайдарманшы Мереке өзінен 6 жас кіші жігітке тұрмысқа шығып, бүгінде бір әулелеттің ит-құсы болып отыр. Үйленер алдында қыздың анасының ақ батасын алу үшін біраз сынақтардан өткен жұп бүгінгі күн сүйсініп қарайтындардың саны басым. Арсен тікелей эфирде берген сұхбатында анасының бәрін биік ардақтайтынын ескере келе, Мереке оны сыйламаған жағдайда бірден ажырасуға дайын болғанын айтып берді. Сұхбат барысында Мереке өзінің анасының жастардың арасында махаббат бар екенін сенбеген. Арсенге тұрмысқа шығуға қарсы болғанын айтты. Арсеннің анасымен қарым-қатынасы керемет, оны өте қатты құрметтейтінін тілге тиек етті. Өзім туған анам сияқты ене жолықса екен деп Құдайдан сұрайтынмын. Анам келініне қыздардан да жақсы қарайды, киім шұлығына дейін әпереді. Шынымды айтсам, ондай енелерді көрген жоқпын. Осындай адам кездессе екен деп тілейтінмін. Енем алтын адам, өте қатты жақсы көремін, деді Мереке. Арсен үйленер алдында Мерекеге анасына қарсы шығып, сөз қайтаратын болсаң, бірден ажырасатынын ескерткен екен. Анамды сыйламасаң керек емессің, сразу ажырасамыз. Анама бір сөз қайтаратын болсаң, сол күні талақ деймін, депті. Сол үшін де ол бірден көңілінен шығуға тырысты. Ол да дұрыс деп ойлаймын, деді Арсен. Қазіргі таңда Арсен мен Мереке көз тоярлық жанұялардың бірі, әрқашанда бірге жүреді. Жұптары жазылмасын деп тілейміз. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге әрдайым жақсы жаңалықтармен бөлісетін боламыз.